Екі әріптен тұратын, біз күнделікті көп жерлерде қолданатын, барлық жерде қолданатын және күнде еститін бір сөз бар. Окей немесе ок немесе окей қалай қолданасыздар білмеймін, бірақ біз шынымен де бұл сөзді өте көп қолданамыз және бүкіл жерде. Бірақ неліктен бұл сөзді біз өте көп қолданамыз және қай жерден келді? Қай елден келді? Неліктен танымал болып кетті? Окей сөзінің тарихы сонау 18 ғасырдың 30 жылдарынан басталады. Бостон дегеніміз Америка Құрама Штаттарының қаласы, халық кітап жазғанда, хат жазғанда кейбір сөздерді әдейілеп қатемен жазуға әуес болады. Яғни осындай мода басталады, хайп басталады. Дәл сол кездерде Бостон интеллектуалдары аббревиатураларды өздерінің сөздік қорларын аббревиатуралармен, яғни қысқаша сөздермен толтыра бастайды. Мысалы, KC, now said, KY, now use, OW, all right. Бірақ осы аббревиатуралардың ішінен бір сөз, бір аббревиатура бөлініп шықты және ол сөз, ол аббревиатура өте көп қолданыла бастады. Ол аббревиатура all correct, окей. Осылай Бостон интеллектуалдары қолданып бастаған кішкентай ғана аббревиатура 1839 жылы Бостон Пост деген газетке шығып, сол газеттен бастап керемет танымалдылыққа ие бола бастайды. Бостон Daily Posттан кейін басқа да газеттер бұл сөзді көбірек қолдана бастайды. Мына бір суреттерден көріп тұрған шығарсыз. Бірақ бұл сөздің танымалдылығының артуына тағы да Америка Құрама Штаттарының 8-ші президенті Мартин Ван Бюрен де өзінің үлесін қосқан болатын. Мартин Ван Бюрен Киндерхук қаласынан болатын. Сол Киндерхук қаласында ол өзінің үлкен клубын ашады. Бұл клуб жергілікті авторитеттердің үлкен клубы еді, және осы клубтың негізгі слоганы ретінде OK is OK деген слоган алып алады. Яғни Old Kinderhook is all correct. Бірақ окей сөзі қай кезде адамдардың арасында сленгқа айнала бастады. Яғни күнделікті қолданып жүрген сөзге айнала бастады. Бұл телеграфтың келуімен болатын. Телеграф адамдардың ара қатынасын оңайлатқан керемет бір өнер табыс болатын. Окей телеграфта қолдануға өте қолайлы сөздердің біріне айналды. Өйткені екі әріптен тұрады. Сіз тіпті қазірдің өзінде мессенджерларда немесе әлеуметтік желілерде хат жазған кезде окей сөзін өте көп қолданасыз. Мүмкін байқамайтын шығарсыз, бірақ өте көп қолданасыз. Бұл сол кездегі телеграф қазіргі әлеуметтік желі немесе мессенджер сияқты болды, және ол кезде окей сөзін өте көп қолданды. Бұдан басқа окей сленгінің кең танылуына кей әрпі де ықпалын тигізді. Ол кездерде кей әрпі ағылшындықтар жалпы ағылшын тілін қолданатын адамдар азырақ қолданатын. Тіпті кей әрпі өзінің танымалдылығы бойынша тек 22-ші орында болатын. Кей әрпінің танымалдылыққа әкелдіру үшін көптеген тауарлар немесе үлкен компаниялар маркетингте өздерінің бренд атауларын өзгерте бастады. Си әрпінің орнына көп жерлерде кей әрпін қолдана бастады. Ал лингвисттер үшін окей сөзі кей әрпінің танымал болуына өз ықпалын тигізетіні айдан анық болды. Сол үшін де мемлекет маркетингте көп жұмыстар жасады. Ағылшын тілі Британ колонияларының өсуімен кең қолданысқа түсе бастады. Біз қолданып жүрген әлеуметтік желілер немесе мессенджерлардың көбісі ағылшын тілді елдерден ойлап табылған және сәйкесінше біздің де сленгтердің арасында окей сөзі кіріп кетті. Қарап тұрсыз ба? Сленг деген сөздің өзі шет тілдерден келген. Видеода окей сөзінің қалай танымалдылыққа, өте үлкен танымалдылыққа ие болғаны туралы керемет талқыладық деп ойлаймын. Және видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк біздің YouTube парақшамызға, Instagram парақшамызға, VK парақшамызға тіркеліп кетіңіздер. Видео соңына жетті. Айтпақшы, лайк деген сөздің өзі ағылшын тілінен келген.